Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте тез жасалатын және де оңай керемет болып шығатын бауырдан жасалатын жұмсақ бауыр котлетінің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бізге керек өнімдер: бауыр, 2 дана пияз, картоп, сәбіз, ұн, сүт, сұйық май, 2 дана жұмыртқа және тұз қажет болады. Бауырымыздың сыртындағы пленкасынан тазалап аламыз. Холодильниктен салқын күйінде шығарған кезде тез тазаланатын болады. Енді осы бауырымызды және көкөністерімізді аздап бөліктерге бөліп аламыз. Бізге массировкадан немесе блендерден өткізуге ыңғайлы болу үшін мен барлығын блендердің ыдысына өткіздім. Осылай уақыттап мен турап алдым. Осындай блендерға салып, барлық бауыр мен көкөністерді өткізіп алдым. Міне менде дайын болды. Енді осының үстіне басқа да құрамдағы ингредиенттерді қосатын боламыз. Оның үстіне 1 стакан сүтімізді, сүттің температурасы маңызды емес, және де дәміне қарай 1 қасық тұз, 2 дана жұмыртқа және де 1 сұйық майымызды қосып, жақсылап тұзымыз бен жұмыртқамыз араласқанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан кейін ең соңында біз енді оның үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнымызды бірден қоспаймыз, онда бөліктерге бөліп қосып отыратын боламыз. Бізде осындай масса дайын болды. Енді майымызды қызырып, орташа отта 1 қасық көлемінде құйып пісіріп алатын боламыз. Астыңғы бөлігі қызарғанша 1-2 минут шамасында пісетін болады. Екі жағын аудара отырып, осылай барлығын пісіріп аламыз. Міне біздің бауыр котлетіміз дайын. Сіздерге ас болсын. Егер осы рецептпен жасап көрсеңіздер, төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.